Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді әрі тойымды таңғы ас дайындайтын боламыз. Ол үшін нандарды осылай бөліктерге бөліп аламыз. Кейде үйде нан көп қалып қояды, немесе желінбей қалады, немесе көп алып қоямыз ғой. Сол кезде нандарды осы әдіспен қуырып жесеңіздер, өте дәмді болады, әрі тойымды. 3-4 немесе 5 жұмыртқаны осылай салып, аздаған тұз қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Аздап сүт қосып жесеңіздер де болады. Тек таңғы ас емес, кез келген уақытта жасай берсеңіздер де болады. Осылай нанымызды жұмыртқаға екі бетінде аударып алып, батырып, қызып тұрған майда қуырамыз, екі беті қызарғанға дейін. Келесі бетіне аударамыз және келесі беті қызарғанша қуырамыз. Осылай барлық нандарыңызды қуырып алсаңыздар болады. Міне біздің таңғы асымыз дайын. Гренки десек те болады. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты, қып-қызыл болып. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай. Сіздермен бірге болған Меруерт. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.